Арайлап атқан күннің алғашқы шуақтары кесене күмбезіне түсіп, ғимарат көркін келтіріп тұрғандай. Жазықтағы бұл жалғыз кесенеде қазақтың әулиесі мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жатыр. Жолменде, жолсызбенде жүздеген, мыңдаған жолаушылар келіп, әулие рухына Құран бағыштауда. Басына қиын іс түсіп, өмірден қағажу көріп жүрген жандар әулие рухынан медет тілеп те келеді. Мәшһүр Жүсіптің өмір жолы тылсымда беймәлім дүниелерге толы. Ол ел ішінде көріпкел әулиелігімен танылған. Оған өзінің дүниеден қайтатын ай күніне дейін дәл біліп, бір жыл бұрын асын бергізіп кетуі дәлел. 7 жасында ер тарғын, қоз көрпеш, баян сұлу жырларын жатқа айтқан жас баланың талантына таң қалған Мұса Шорманов тақиясына үкі тағып, өз заманында халқына мәшһүр болатын бала екен деп батасын берген екен. Ол тек араб парсы тілдерін біліп қана қоймай, физика, космология, медицина ғылымдарына ден қояды. Қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрлі таным жолын әрмен қарай жалғауға да көп күш салған. Сондай-ақ мәшһүр Жүсіп жазбаларынан ұлы ойшылдың география, астрономия сияқты іргелі ғылымдардан хабары мол болғандығын аңғарамыз. Алда келе жатқан зұлматты ерте сезген мәшһүр Жүсіп 1930 жылы көзі тірісінде асын беріп, келер жылдың жұтты болатынын жеткізеді. 1931 жылдың 27 қарашасында келініне өсиетін айтып, артынан ақ батасын беріп, көз жұмған. Сол жылы шынымен де халықтың жартысына жуығы аштықтан қырылады. Бабамыз көзі тірісінде мәңгілік мекенін 2 бөлмелетіп салдырыпты. Мазар құрылысына жөн жоба сілтеген ол өзін төрдегі бөлмеге жерлеуді және ашық қоюды өсиет етеді. 40 жылға дейін денесі сол қалпында сақталатындығын және жыл сайын жаз айында ақ дәкемен орап отыруды ескерткен. Ал кіреберіс бөлмеге Құранын, кітаптарын, ыдыс аяқтарын, ер тоқым, ат әбзелдерін, басқа да өзі тұтынған заттарын қойсын. Олай-бұлай жүрген жолаушылар пайдалансын деп өсиет айтады. 1952 жылы Қазақстандағы безбүйрек зұлмат саясаттың зұлымдық әрекеті кесірінен әулиенің қабірі қиратылып тасталған болатын. Тек 1978 жылы кіші баласы Фазылдың өтініші бойынша мазар қалпына келтірілген. Мәшһүр Жүсіпке Амангелді Омаровтың бастамасымен жаңа жолда мемориалды музей ашылды. Ақын мұрасының қалпына келтірілуінде сол кездегі мәдениет министрі Өзбекәлі Жәнібековтің еңбегі зор болған. 1989 жылғы іс сапарында құрылыстарын жоспарлап, министр бастамасымен 1993 жылы мәшһүр Жүсіп музейі, ал 2006 жылы мавзолей де салынып біткен болатын. Қазақ тарихында мәшһүр Жүсіп Көпейұлының алатын орны айрықша. Ол қазақ халқының ұлы ойшылы, атақты фольклор танушы, этнограф, тарихшы, философ, дінтанушы, қазақ мәдениеті мен әдебиетінің көрнекті тұлғасы ретінде тарихта қалды. Баба мұрасының ауқымдылығын зерттей келе іздеушілері мәшһүр Жүсіпті Ибн Сина, Ұлықбек, Яссауилердің қатарына қояды. Ақын жастайынан шығыс әлемінің білімімен сусындап, араб және парсы тілдерімен қатар басқа да шет тілдерді терең меңгерген. Өлең жазумен қатар ауыз әдебиет үлгілерін жинап, оларды бастырумен айналысқан. Көптеген тарихи жырларды, шежірелер мен айтыстарды хатқа түсіріп, кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдырады. Ғұламаның ең басты мақсаты қазақ халқын ағарту болды. Мәшһүр Жүсіп жасында ауыл молдасынан дәріс алып хат таниды. Баян ауылдағы Байжан Смағұлұлының медресесіне Нәжмалдин хазіреттен. 1870 жылы Қамарадин хазіреттің медресесінде. Одан кейін Бұхарадағы діни жоғары оқу орнында білім алады. 1875 жылдан бастап біраз уақыт оқытушыда болды. Дала уәлаяты газеті мен Айқап журналына өлеңдері мен мақалаларын жіберіп тұрған. Ол Қазақстанды көп аралаған. 1887-1890 жылдары бірнеше рет Орта Азияны кезіп, Самарқан, Ташкент, Түркістан, Бұхара қалаларында болады. Ондағы мақсаты жергілікті халықтың тұрмысымен, өмірмен, өнермен танысу. Шығыстың классикалық әдебиетінен сусындаған мәшһүр Жүсіп Қазанға барған сапарында түріктанушы, этнограф Василий Радловпен танысады. Осы кездесу ақынның қазақ фольклорының жүйелі жинақтаушысына айналуына себеп болған. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қазақ арасында оқытудың жаңа нұсқасы мен араб қарекетіне негізделген әліпбиді таратушы болды. Артынша қазақ тіліне Пушкинді аударған. Зерттеушілердің айтуынша шығармаларының ауқымдылығы жағынан мәшһүр Жүсіп қазақ және шығыс әдебиетіндегі теңделмес тұлға. Араб, парсы, шағатай тілдерін білуінің арқасында ғұлама шығыстың асыл туындыларымен танысады. Кейінірек Гүлшат Шеризат, Ғибратнама, Баяннама дастандарын жазып шығады. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қоғамдағы саяси мәселелерге көз ашық адам болған. Оны жоғары бағалаған Мұхтар Әуезов, ол өз шығармаларын ғана жазып қоймай, өзге ұлттардың әдеби мұрасын зерттеп, оларды қағазға түсіріп, біздің дәуірімізге жеткізген деді.
Оның еңбегінің арқасында біздер қазақ жырауларының қазыналы мұрасына қанықтық. Мәшһүр Жүсіп халық әдебиетін ел аузынан да, қағаз бетінен де жинаумен айналысты. Жар, аужар, бата, ұлағатты сөздер, ертегі аңыздар, діни қисаларды реттілікпен әрі бірізділікпен жинап жариялады. 30 жыл бойы мәшһүр еңбектері тарих сахнасынан алынып ұмыт болды. Бүгінде ғұлама әулиенің мұрасын насихаттау бағытында әртүрлі шаралар ұйымдастырылып келеді. Мәшһүр тану мен мәшһүр Жүсіп оқулары жыл сайынғы дәстүрге айналып, жас ұрпақ ұлы ғұламаның еңбектерін санасына терең сіңіруде. Заманында қатарынан озық туған көрнекті тұлға мол мұра қалдырды. Бірақ өкінішке қарай ақынның қолжазбаларының көбі түрлі себеппен сақталмаған. Әсіресе кеңес заманында көптеген шығармасы қасақана құртылды. Соңғы уақытта мәшһүр тану ісі қарқын ала бастады. Ақын шығармалары қайта жанданып, тіпті 20 томдық еңбегі де басылып шықты. Мәшһүр Жүсіп тақырыбы төңірегінде бірнеше диссертациялар қорғалып, ғылыми мақалалар көптеп шығарылуда. Зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша, мәшһүр Жүсіп Көпейұлының зерттелмеген мұрасының өзі әлі талай ұрпаққа рухани азық болары сөзсіз. Бүгінде мәшһүр Жүсіп Көпейұлы кесенесі жазық далада жалғызсырап тұрған жоқ. Жанынан келушілерді қарсы алатын мәдени қонақ үй кешені бой көтерді. Ашылу салтанатында мәшһүр Жүсіп Көпеев және оның бай әдеби мұрасы қазақ халқының ұлы рухани қазынасы деп облыс басшысы Болат Бақауов атап өткен болатын. Атқарылған шаралардың арқасында мәшһүр Жүсіп кесенесі мыңдаған адамдардың тәу ететін қасиетті орнына айналды. Рухани жаңғыру президенттік бағдарламасы аясында ұлтымыз өзінің моральды құндылықтарын қайта жаңғыртып жатыр. Қазақ халқының руханият тарихында мәшһүр Жүсіп Көпейұлының алатын орны ерекше де мәртебелі. Өз өмірден озса да артына мәңгі өшпес рухани мұра қалдырған қасиетті мәшһүр бабамыздың тағылымының бізге және бізден кейінгілер талай ұрпаққа берері мол екені даусыз.